Қазір барлығымыздың проблемамыз біреу ғана, Бекош. Ертең сағат 4-те ангарда болыңдар. Бүкіл ағайындарды жинап, айырып шешіп тастау керек осы теманы. Ертеңде ұламасы төбелес бар, келіп тамақ ішіп кетсеңдерші. Так, отырамыз. Түсінбедім. Бұл сыныптың ұлдары қайда кеткен? Әлде біреу бір жерге шақырып алды ма? Әлімжан? Білмеймін апай, келет шығар. Жарайды, сабағымыз бастаймыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгін күн жазайын. Альбина, сен бірінші кіруге бола ма деп рұқсат сұрамайсың ба? Мен мектепке рұқсат сұрау үшін келген жоқпын, білім алу үшін келдім. Жарайды. Онда үй тапсырмасын сұрайын. Біразын дайын сияқтысыңдар ғой. Альбина, тұр, сабақ айт. Қазір бір қайталап алайын. Мектеп бір қайталап алатын жер емес, білім беретін жер. Жарайды. Басқа кім дайын? Ешқайсыны демесіңдер, журнал бойынша сұрайын. Зарина. Апай ол сабаққа келмеді бүгін. Не себепті? Білмеймін апай, кеше де келмеген. Жарайды, жоқ деп қояйын онда. Келесі. Да, жігіттер, келгендеріңе рахмет. От души сырттан келгендер бар, біздің мектептен келгендер бар. Главный, духтан сынбайық, дірілдемейік. Бетке шырам түседі, хуя. Главный, абырой түспесін. Хорошо, до конца аяғына дейін біргеміз. Дұрыс айтасың, кәріс. Жеге сосын пышақ, электрошок деген заттар шығармай қойыңдар. Олар өздері алып келсеші. Уайымдамаңдар, ол жақтың братандарымен сөйлесіп қойдым. Кеп қарап тұрады өздері. Оқ біле, кайф қой. Яны 11 бұның балдар кеше келеміз еді, келмей қалып жүрмей ме екен, е? Жоқ, қол тракт емес шығар, қолымды алды ғой. Келу керек. Болды онда. Кеттік, жылжи берейік онда. Директор ағай, кешіріңіз. Комиссия келе жатыр. В смысле комиссия келе жатыр? Қайда келе жатыр? Неге алдын ала айтып берсіңдер сондайда? Біздің районға кіріп кетті уже. 167-ші мектеп тексеріп жатыр екен, қасы 15 минутта бізде болады. Так. Барлық. Срочно бүкіл мұғалімдердің барлығын жиналыс. Сосын любой бір кабинетке бір дастархан жайып қойыңдаршы. Бар тез жиналыс. Yeah, кеше күлген адамдардың бәрі көкке керетінін білем. Бест пайп, сүм, өтік сөйлейді, сөздерінен секіріп қалып ой дейм, тоқта, гойни жестко, твоя доска не для наш кум, твои слова это H2O. Мына жігіттер стрелкаға келген біле ма? Білмеймін, алдында айтып едім, қатты үйлесетін кроссовкаларың киіп келсін. Бүгін что-то ешкімді аямаймын. Ана Кәріс деген Заринаның жігіті примерно ет болайын деп тұр ғой. Ешқайсысын аямайды. Сен босаңсымай, нормально тұр. Неге мәз болып тұрған олар? Марс па, қазір соны фарсын шығарам көресіңдер. 11 бір натуры кемейтін сияқты ма, қалай өз? Жеги! Ұламасы төбелес осы жерде ма? Расслабиться, нормально тұрыңдар жігіттер. Короче, шашал десең бас алатын, төбелес десең бір иығы кетіп қала беретін. Питбул балдарды айтып бердім, короче. Кірген жерінен шықпайды ғой бұлар. Не? Көтке берсеші, братан. Көтін қышы. Кепсіңдір ғой әйтеуір. Конечно. Рахмет. От души. Сегодня қорқып тұрған адамсы тұр. Кішкене жақындық мыналарға. Давай, смело. Қалайсыздар деп ғой, естіген шығарсыздар, мектепке комиссия келе жатыр. Мектепте оқушылардың барлығы түгел ғой. Ешқандай проблема жоқ қой, Информатика кабинетінде бір компьютер жоқ. Ол компьютер менің кабинетім.
Оны өзім бірдеңе қылып шешем. Басқа проблема бар ма? Бар ма? Сыныпта интерактивті тақта келгелі істемейді. Істемейді, иә? Былай қылайықшы, уақытша бормен, қолмен өзіміз жаза берейікші, иә? Оған дейін ана өзін таңу кабинетіне жақсылап бір дастарханды мықтылап бір жайып қойыңыздаршы, жарай ма? Айжан, өтініш, ана менің кабинетімдегі әдемі картинкалардың барлығын кіреберіске іліп қой. Кірген кезде көрсін бәрін, түсін ба? Болды, сыныптарыңызға бара беріңіздер. Ана айтпақшы, жақсы оқитын балалардың барлығын алдыңғы қатарға. Я білесіздер, отырысып қойыңыздар. Болды. Айжан, сосын ана менің кабинетім бұғып сағысып жатыр. Жуып тазалап қойшы, иә? Болды, сыныптарыңызға бара беріңіздер. Уақыт жоқ, кетік. Бол, Айжан, тез жүгір. Ачик. Google делай. Сенен басқа нормально сөйлесетін адамдар жоқ па не? А чё, сомневаться етіп тұрсың ба не? Или артыңа 45 жонғар жинап келдім деп, да хуя дух жинап алдым ба, сақал? Здравый болсаң кел, любезно общаться етейік. Геркулес, здравыйың, кутың етік. Короче, базар бұлай. Біз жоқ кезде өз жоқын көз жоқ деп балдар грустить жіберсіңдер. Каса көздерінен. Пацан, вчера на свет появился еще мне базарик что. Саламатсыз ба, Мақсат Бегімханович? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалай жеттіңіздер? Жақсы, рахмет. Мектеп білім сапасы қалай болып жатыр? Мектеп жұмыстары не болып жатыр? 11-ші сыныптар қалай ұбт-ға дайындық? Жақсы ма, жаман ба? Бәрі жақсы, балдар өтті активный. Жақында ғана балдар Дубайға жарысқа барып келді, иә? Жолдан қатты шаршап келген шығарсыздар. Шаршаған, мен сіздерді түсініп тұрмын. Біз бір кабинетке дастархан жайып, бір ыстық шай дайындап қойдық, бір өзіміз отырып, бір шай ішіп, бір кішкене демалып алсаңыздаршы. Қандай стол? Не айтып тұрсыз? Біз 11-ші сыныптарды көруіміз керек. Дайындығы қалай? Мұғалімдердің жұмысы қалай жүріп жатыр? Мектептің ұжымымен жақсы танысуымыз керек. Документтерін тексеруіміз керек. Өте дұрыс айтады. Өте дұрыс. Дұрыс айтасыз. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Өтіңіз. Саламатсыздар ма, балалар? Кіріңіздер, міне, балалар. Саламатсыңдар ма? Отыр ағайындар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Құрметті директор мырза, мына сыныпта ұлдар қайда кеткен? Әлде бұрыннан бір ұл бала ғана оқи ма? Жоқ, бағана айттым ғой сіздерге, біздің балдар өте активный. Біздің балдар жақында футболдан жарыс болады, соған дайындықта, иә? Түсінікті. Ал балалар, негізі ұбт-ға дайындық қалай болып жатыр? Тамаша. Сендерге айтатын бір жақсы жаңалығым бар. Жақын арада әр мамандық бойынша грант сандары беріледі. Міндетті түрде ЖОКЗ пен тест-центрден көрсеңіздер болады. Апай, ол бұрыннан бері бар ғой ЖОКЗ-те. Сол арқылы дайындалып жүрміз ғой. Тамаша. Апай, кешіріңіз, кстати, бізде деген тесттен 2 тест тапсырамыз ба, әлде біреу ғана ма? Просто қазір бізде WhatsApp шулап жатыр да, түсінбей жатырмыз. Негізі барлық толық ақпаратты тек ЖОКЗ пен тест-центрден білсеңіздер болады. Жақсы ма? Жақсылап тұрып дайындалыңыздар. Рахмет. Болды, осы сынып. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы. Бәрі жақсы, Мақсат Бегімханович, тек ұбт-ға дайындалыңыздар, жарай ма? Болды. Уайымдамаңыздар, бір ыстықтайын шай ішіп кетсеңіз. Жоқ, рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Әлімжан, сыртқа шықшы. Кәй ағай. Балдарға кетті. Ағай, өзіңіз айттыңыз ғой, футболға жарысқа кетті деп. Әлімжан, мен саған 5 жасар бала емессің. Шыныңды айт. Короче, ағай, олар
Родной, сен ба? Бақа! Е-мое, мынандай да кездесу болады екен ғой. Қалай сенің? Болады, Аллаға шүкір ақырындап. Че там, не істейсің, қай жақтайсың? Сол ары бері тірліктермен ғой. Че там, не мультик көруге келдің ба? Мұрын мультик демеші. Білесің осы тура осыдан 15 жыл бұрын осы жерде кездесіп едік қой. Біз де төбелес жүріп едік қой осылар сияқты. Талай қызық болды я бізде де. Там брачкалар ғой, там өздері шешіп алсын. Арасында түсінбеушілік болып қалыпты кішкене. Өздері шешеді ғой. Бірақ қанша айтқанмен бар ғой. Уайымдайсың балалар. Конечно, уайымдайсың. Бәрібір біздегідей емес қой қазір енді білесің заман өзгерді, неше түрлі болды ғой енді. Қалай өзің, что там, не істеп жүрсің, қай жақта жүрсің? Сол ары бері тірліктермен осы тірлік қой сол. Айтпашы, Бақа, сен братандардан тығылып бір темекі тартушы едің ғой? Иә. Тартып жүрсің бе, қойып кеттің бе? Тартып жүрмін әлі. Сол темекі ғой. Қойш, данын. Берсе темекіні көрейіктің. Мына ол темекі емес қой, қазіргі темекі ғой. Бақа, сол баяғыша қалжыңдасың әлі. Қатырасың сен де. Мына талай қызық болды, бұлай кездесеміз деп ойламаппын. Бірақ қазіргі жастар бәрі ерекше. Мектепте өмір қызыққа толы, туған күнде құйылатын кола. Гүл апай, Сара апай, Дәші ағай, айқыла беретін химия апай.